Сәлем достар, сіздермен Динара. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше нәзік ауызда еритін Twix шоколады сияқты, бірақ шоколад емес, чизкейкпен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Чизкейк өте оңай жасалынады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен печеньені блендердің көмегімен ұнтақтап аламыз. Егер блендер болмаса, ештеңе етпейді, мешочектің ішіне салып, печеньені оқтаумен басып ұнтақтап алуға болады. Оның үстіне ерітілген сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Диаметрі 20 см формаға пергамент қағазын төсеп, печеньемізден бортик жасап аламыз. Бізде осылай основамыз дайын болды. Енді креміміз жасап алғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Крем жасау үшін ыдысқа творожный сыр, қант, жұмыртқа және суық сливки салып, венчиктің көмегімен немесе миксердің ең аз деген жылдамдықпен 1-2 минутта араластырып аламыз. Тоңазытқыштан печеньемізді алып, кремді құямыз. 130 градус қызып тұрған духовкаға 1 сағатқа салып қоямыз. Осындай жұмсақ карамель дайындап қойдық. Карамельдің рецептісін қалай дайындау керек екенін описанияда ссылкасын қалдырдым. Чизкейктің беті алтын түстес болғанда пештен аламыз. Оның үстіне осы жұмсақ карамельді құямыз. Бетіндегі глазурьді жасау үшін шоколадқа сары майды қосып, микроволновкада 1-2 минутқа ерітіп аламыз. Осындай шоколадты глазурь дайын болды. Енді чизкейктің үстіне әдемілеп құйып аламыз. Шоколадты құйып болған соң, тоңазытқышқа 8 сағатқа немесе 1 түнге қалдыруымыз керек. Бізде осындай керемет, әдемі Twix чизкейкіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Чизкейк өте оңай жасалынады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуға ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара, ас болсын.